Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге тартып өтетін күйіміз Маңғыстау өңірінің күйшілік дәстүрінің негізін қалаушылардың бірі Абыл Тарақұлы атамыздың Абыл атты күйі. Осы Абыл күйінің қысқаша тарихына тоқталып өтетін болсақ, ерте заманда Адай руымен және Түркмен елінің арасында Маңғыстау жерінде талас туады. Сол уақыттарда Абыл атамыз түркмендердің қолына түсіп қалады. Абыл атамызды түркмендер қол-аяғын байлап тұтқын ретінде елдеріне алып кетеді екен. Түркмендер елдеріне барып қолымызға қазақ түсті деп той мереке ойын-сауық ұйымдастырған екен. Сол мерекенің үстінде түркмендердің бір дударшысы қазақта Абыл деген күй бар екен, соны орындап берейін деп көпшілікке орындап берген екен. Сол кезде табалдырықта байлаулы жатқан Абыл атамыз: "Мені қорласаң да қазағымның күйін қорлама" деп уәж айтқан екен. Осы сөзден кейін әлгі дударшы: "Ей қазақ, сен не оттап отырсың" деп Абыл атамызды ұруға ұмтылған екен. Сол кезде ол жерде отырған көпшілік түркменді тоқтатып, "Бұл қазақ күйші болып шықпасын" деп қол-аяғын босатқан екен. Абыл атамыз қол-аяғын босатқасын, қолына домбырасын алып, өзінің Абыл атты күйін орындапты. Күйді аяқтаған соң әлгі түркмендер шулап қоя берген екен. Арасына бір түркмен шығып: "Ей қазақ, сен Абылдың өзі емессің бе?" деп айтыпты. Сол кезде Абыл атамыз: "Болсақ болармыз" деген екен. Осы күйден кейін Абыл атамыз түркмендердің мейманы болып еліне оралған екен. Сіздерге осы Абыл атамыздың Абыл атты күйін орындап берейін.